Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге дәмді әрі оңай құмды печеньенің қалай жасайтынын көрсетемін. Ең алдымен сары май мен шекерді миксермен жақсылап араластырамыз. Және 1 стакан ұн қосамыз. Тоңазытқышқа 25-30 минутқа қоямыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 10-15 минут пісіреміз. Міне достар, құмды печенье дайын болды. Өте дәмді және де өте оңай дайындалады. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін менің арнама жазылуды ұмытпаңыз.